Сәлем достар, сіздермен бірге Жакс Айдар каналы. Мен бүгін сіздерге небәрі 3 заттан ғана тұратын печеньені қалай пісіру керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін ең бірінші 300 грамм ұн аламыз. Оның бетіне 100 грамм қантты саламыз, яғни шекерді салып араластырамыз. Оның үстіне 82,5% сармай салдым мен. Осы 3 затты жақсылап араластырамыз. Алғашында осылай құрғақ болып тұрады, бірақ ұнға сармай әбден сіңген кезде қамырымыз пайда болады. Мінекей көріп тұрсыздар, қамыр пайда болды. Осы жерде осы қамырымызды 10 минутқа илеп қойып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін қамырды алып 2 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін оқтау секілді етіп, ұзынша форма жасап, қолымызбен осылай жаямыз. Мені көріп тұрсыздар, және полиэтиленовый пакетке салып қойып қоямын. Екінші бөлігінде дәл осылай қолымызбен илеп, оқтау тәрізді формочка шығарамын. Оны да пакетке саламын. Енді осы 2 қамырымызды морозилькке жарты сағатқа қоямыз. Менде жарты сағат өтті. Жарты сағаттан соң осылай пышақпен туралап шығамыз қамырымызды. Көз мөлшерімен өлшеп аласыздар. Туралған қамырды пергамент қағазының үстіне қойып, пешке салуға дайындап жатырмын енді. Осылай араларын кішкене ашықтау етіп салып аласыздар. Міне, бір листтің бетіне осы 2 қамыр да сыяды. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болды. 20 минутқа пешке салып пісіріп аласыздар. Менікі 20 минуттан шамалы көбірек уақыт тұрды. Сол үшін ортаңғы бөліктері шамалы күйіңкіреп кетіпті. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай печенье дайын болды. Оңай, әрі небәрі 3 заттан ғана тұратын болғандықтан басыңызды ауыртпай, кез келген үйде табылатын ұн, сармай, шекерді араластырып, осындай песочный печенье шығаруға болады. Қараңыздар достар, өте дәмді, жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте қолайлы. Міне көріп тұрғандарыңыздай таза піскен. Мінекей достар, бүгінгі дайындаған печеньеміз осындай. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің каналыма подписаться етуді, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.